Здравствуйте, ребята! У нас сегодня урок 21. Алдар Кусе – народный герой. Бүгін біз Алдар Кусе туралы айтатын боламыз. Упражнение первое. В шубе чудесный я был и жадного бая перехитрил. Бұл Алдар Кусе туралы жұмбақ, Бұның мен күшті, керемет шапанды киіп алдым да, сараң байды алдап кеттім дейді. Ол кім? Ол әрине Алдар Көсе. Енді мына жерде балалар, шуба дегеніміз бізде не ол? Имя существительное, немесе слова предмет, Шубаға сұрақты қалай қоямыз? Не? Что деген қоямыз? Что деген ол не деген сұрақ. Что? Шуба. Не? Ол шуба. Шуба какая? Шуба қандай? Шуба какая? Шуба чудесная. Міне. Кто? Бай. Кім? Бай. Кто деген қазақша, орысша не деген, қазақшасы. Кім? Кім? Бай. Бай какой? Бай қандай? Жадный. Бай какой? Бай жадный. Мына жерге жазып қояйын. Шуба какая? Чудесная. Бай какой? Жадный. Ары қарай екінші жаттығуға кірсек. Оған дейін мынаны өшіріп тастайын. Екінші жаттығу. Допиши каждое предложение, чтобы получился рассказ. Мына жердегі әрбір сөйлемнің аяқтау керек. Әңгіме болып аяқтау керек. Ол үшін мына жерде бізге слова для справок, яғни тірек сөздер берілген. Мына жерде мен жазып шығамын. Қазір міне. Былай дейді. Бұл упражнениені жазайық балалар енді. Упражнение первое. Бірінші сөйлем. Алдар Көсе. Главный герой казахских народных сказок. Алдар Көсе қазақтың ертегілерінің басты кейіпкері. Екінші. Он очень справедливый, ол өте әділетті және находчивый, тапқыш адам болған. Находчивый. Ары қарай. Үшінші сөйлем. Алдар Көсе всегда защищает бедных, ол кедейлерді және өте адал адамдарды қорғайды. Төртінші жаттығу, төртінші сөйлем. Этот безбородый обманщик
наказывает, наказывает, хитрых, хитрых богачей, жадных и лодырей. Жадных и лодырей. Я ол өте ол сондай қу байларды жалқауларды сараңдарды алдап жүрген екен. Сказки об Алдаркосе учат быть честными и справедливыми. Деп жаздық. Балалар, егер мен жазып жатқан кезде кейбір әріптер жазылмай қалуы мүмкін, немесе басқа әріп басылып кетуі мүмкін, балалар. Мен байқамай қалуым мүмкін. Сондықтан сіздер өздеріңіз дұрыстап тексеріп жазуды ұмытпаңыздар. Мысалы, мен мына жерде сказки деген сөзде бас әріппен жазуды ұмытып кетіппін. Мен оның бұл өзгерту үшін барлығын өшіріп қайтадан жазуым керек. Сол үшін мен айта салып жатырмын. Сказки деген әріпті бірінші әріп үлкен әріппен бастаймыз, балалар. Бұл нүктеден кейінгі басталып тұрған жаңа сөйлем болғандықтан, жаңа әріптер үлкен әріптен басталады деп сіздерге ескертіп қойып жатырмын. Ал мен ары қарай жалғастырамын. Бұл, балалар, упражнение 3. Жаңағы оқып шыққан біздің жаттығуымызға байланысты, яғни Алдаркосеге байланысты синквен құрап жазуымыз керек. Яғни синквен, яғни бірінші жолы, синквеннің бірінші жолы бізде болу керек. Алдаркосе деген сөз болады. Бірінші сөз Алдаркосе деген сөз болады. Яғни Алдаркосе туралы айтатын боламыз. Ал екінші сөз два прилагательных, яғни Алдаркосе қандай болған? Сын есім, прилагательный деген сын есім. Яғни ол справедливый болған, және находчивый болды. Әділетті әрі тапқыш болды. Ал үшіншісіне жазамыз. 3 глагола дейді. Яғни 3 не істеді? 3 етістік жазамыз. Глагол деген ол етістік. Он помогал, көмектесті. Обманывал, яғни ол алдайтын ол. Және наказывал. Ол қу байларға мысалы жазаларын беретін, мысалы әртүрлі алдау жолдармен немесе алдап бермей қойған заттарын әділетті алу керек адамға алып беретіндігін, наказывал деп жазсам дұрыс бола ма? Ал төртіншісіне жазамыз, балалар. Сөйлем жазу керек. Сөйлем жазу керек. Алдаркосе помогал честным. Алдаркосе
Алдаркөсе помогал честным людям. Өтірік айтпайтын адамдарға, шын ниетті адамдарға бұл Алдаркөсе көмектесетін еді. Енді Алдаркөсе туралы бір ғана сөз жазуым керек. Бағана біз сөйлем жаздық қой, енді сөз. Оған біз не деп жазатын едік? Алдаркөсе мысалы умный деп жазар едім. Немесе Алдаркөсе есіме түсірмедім. Әзірше осылай қалдырамын. Бірақ есіме түсіп жатса, мүмкін комментарийге жазып кетермін. Сіздер өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Ал мен ары қарай жалғастырамын. Бұл жаттығуда балалар Алдаркөсе туралы ертегілері айтылған екен. Соны оқимыз. Алдаркөсе дождался, когда хозяева крепко заснули. Потихоньку встал, подкрался к котлу, выловил мясо и съел. Насытившись, он изрезал на кусочки кожаные сапоги хозяйской дочки и кинул их в котел. Алдаркөсенің бір ертегісі бар ғой, білесіздер ме? Бай етін бергісі келмейді Алдаркөсеге. Етін бергісі келмей, етім жоқ, тамағым жоқ дейді да. Бірақ оны Алдаркөсе біледі. Бәрі ұйықтап қалған кезде тұрады да, қазандағы еттің бәрін сүзіп алып жеп қояды. Содан кейін қазанға сол үйдің қызының етігін турап салып жібереді. Сөйтіп ұйықтап қалады. Өйткені ол үйге қонақ болып барды. А ол бай адамдар өзінде еті болса да, Алдаркөсеге бергісі келмей, етім жоқ деп алдаған еді. Сол үшін ол осындай қулыққа барды. Бұл ертегінің аты Жадный бай и Алдаркөсе деп аталады. В жауабы бірінші ертегіге келеді. Ары қарай, однажды в аул, где жил Алдаркөсе, приехал незнакомый человек. Бір күні Алдаркөсе тұратын ауылға бір танымайтын адам келді. Вскоре он со всеми подружился. Кейін ол барлығымен дос болып алды. Жаңағы танымайтын адам. Всем он был неплох, и только одно не нравилось Алдаркөсе в новом друге. Его необычная скупость. Ол барлық жағынан жақсы еді. Бірақ Алдаркөсеге оның бір жері ұнамайтын. Ол өте сараң еді дейді. Алдаркөсе его скупой друг. Осы мына А жауабы екінші ертегіге сәйкес келеді. Алдаркөсе мен оның сараң досы деп аталады. Үшіншісі, переглянулись батраки, да ничего не сказали. Ладно и так, коль надежды на мясо и мясной отвар неплохая еда. Алдаркөсе уже хлопочет в стороне. Горит костер, кипит чугунный казан, варится баранья туша. Жарайды деді. Ет болмаса да, әйтеуір еттің сорпасы да жақсы тамақ қой. Бір-біріне қарап олар ештеңе демеді. Алдаркөсе болса, қазанды қайнатып, отын жағып, жаңағы қойдың еті пісіп жатыр. Ал бұл жерде бұл ертегі. Как Алдаркөсе накормил батраков. Алдаркөсенің батрактарды, яғни сол ауылдың адамдарын деп айтса болады, соларды қалай тамақтандырғандығы туралы ертегі. Ары қарай жалғастырамыз. Упражнение 5. Найди и выпиши. Тауып жаз дейді. Выпиши из отрывков сказок, задание 4-ші жаттығудан, словосочетание прилагательное плюс существительное. Яғни балалар, прилагательное дегеніміз не? Прилагательное дегеніміз не? Ол қазақша сын есім. Яғни какой, какая, какие деген сұраққа жауап береді прилагательное. Қандай деген сұраққа жауап береді. Прилагательное деген қазақша сын есім. Сын есім не екенін білеміз ғой,
заттың сынын білдіреді. Прилагательный де тура сондай. Оның қандай екендігін көрсетеді. Ары қарай плюс существительное. Яғни существительное деген бізде зат есім. Не, кім деген сұраққа жауап береді. Сол жерде мысалы образец. Осы жаңағы 4-ші жаттығудан прилагательное плюс существительное словосочетаниесін, яғни сөз тіркесін тауып жазуымыз қажет. Немесе признак по материалу, из которого изготовлен предмет. Железная дверь, дверь из железа дейді. Енді ары қарай жалғастырып көрейік. Не бар екенін қарайық жаңа жаттығудан біз жазуымызға болатын. Бірінші жаттығу, бірінші неден бастап. Мына кожаные сапоги деген жазуға болады. Хозяйская дочка. Осыны жазайық бірінші. Кожаные сапоги. Кожаные сапоги. Балар, кожаные деген какие, сапоги деген сол существительное, кожаные деген прилагательное. Енді біз бұны ашып жазатын болсақ, яғни сапог из кожи, яғни теріден тігілген етік. Е? Сапоги из кожи. Сосын екіншісі не дедік? Хозяйская дочка. Какая дочка? Хозяйская дочка. Яғни сол үйдің иесінің қызы деген сөз. Дочка деген кто? Существительное. Хозяйская деген прилагательное. Бұны бүйтіп жазамыз. Дочка хозяина деп жазсақ болады. Ары қарай жалғастырайық. Тағы да не бар екен көріп шығайық. Ары қарай тағы да біреу бар екен. Мясной отвар. Бұл жерде отвар из мяса. Бұлар балалар мынау да жаңағыдай. Мясной деген прилагательное, сын есім, отвар деген сорпа деген сөз. Существительное. Какой отвар? Мясной отвар. Отвар. Мясной что? Мясной отвар. Отвар деген балар. Сорпа деген сөз. Еттің сорпасы деген мағынада. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Балалар, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.